Қайырлы күн, құрметті достар. Бұл бірге дайындайық бағдарламасы және әдеттегідей оның жүргізушісімен Адема Искакова. Бүгінгі бағдарламамыздың қонағы өңіріміздің талантты әншісі Шәкім Маусым ағамыз келіп отыр. Қош келдіңіз аға. Қош көрдік өзіңізге. Осындай алтындай уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін мың да бір алғысымды білдіремін. Өздеріңізге де шақырғандарыңызға мың да бір алғыс. Бүгінгі бағдарламада біз не дайындаймыз деп ойлайсыз? Енді дастарханымызға қарасақ, өзіміздің нанымыз, тәтті тортымыз. Дұрыс, біз бүгін жүрек тортын дайындайтын боламыз. Тортымызды бастамас бұрын менің қояр сұрағым бар. Өзіңіз жайлы қысқаша көрермендерімізге айтып берсеңіз. Жақсы, енді тамақ әзірлеу үстінде сіздің қойған сұрақтарыңызға да асықпай жауап бере берейін. Мен өзім жалпы Майғайын кентінде алғаш балабақшаны өздерің сияқты аттап, алғаш сол жерде бастауыш сыныпқа да бардым. Қосымша жаңағы музыкалық мектепте, өзімнің мектебімде сол жерде оқып тамамдап, 9-шы сыныптан кейін, осындай мектеп қабырғасынан кейін Чайковский атындағы музыкальный колледжға түстім. Ол колледжде әншілік мамандығымды бітіріп, Павлодар педагогикалық университетіне оқуға түсіп, ол жерде де музыкалық бөлімді алып, ары қарай жаңаға жоғарылатып, магистратураны да сол жақтан, Московскийде Мәскеу магистратурасын бітіріп, қазіргі таңда сол өзіміздің жаңаға университетімізде докторантпын. Керемет. Енді тортымызды бастайық. Жақсы. Алдымен бізге осындай ыдыс, крем жасаймыз. Таразы. Оны ыдысымызды таразыға қоямыз. Тарасын алып тастап, 33% клейге қоямыз. 200 грамм. Сіз енді әншісіз, осы салаға қалай келдіңіз? Енді жалпы өнер жолы өте қиын. Әрбірдің басына Алланың берген таланты ғой. Сондықтан да әкем өзі кезінде ол кісі өнер жолында болған. Ол кісі енді ерте дүниеден озды. Сондықтан да сол кісінің ізін жалғап, сол кісінің қанынан келген, сол кісінің бізге бойымызға артқан өнері. Соны енді ол кісінің атын жалғап келе жатырмыз. Атын өшірмек деп, сол өнер жолда ақырындап басып келе жатырмыз. Маусым аға, енді қазір араластырамыз ғой, соған сіз маған көмектессеңіз. Жақсы, әрине. Енді қант ұнтағымыздың келесі бөлігін қосамыз. Жақсы. Және осылай кішкене тағы да араластырып жүрейік. Қойылғанға кішкене араластырамыз. Енді келесі кезекте бізде ірімшік осындай соны қосамыз. Ал енді сіздің алғашқы әніңіз есіңізде ме? Алғашқы ән, жаңағы алғаш сахнаға шығып, жаңағы ән айтқаным есімде. Ол кезде кішкентай қара домалақ, ауылдың баласы. Үйде де айтып жүрдік, үйде де жиындарда, шағында өзіміздің ағайындардың туыстың тойында айтып жүрдік. Сол әндердің бірі енді Атам заман салтында құрдас деген бар атолға, айтады оны әр үйде, әзіл қазақ қалпында, ақау жаным айдай, құрдастарым қайдай, осындайда өлең айтып жадыратшы жанымдай деп. Мен осы кішкентай күнімде айтқаным есімде. Ол жаңа бейнетаспа бізде әлі бар, көрген кезде әлі өзіме күлкілі. Тамашаға. Енді әнші болғандықтан дауысты күту керек, Әрине. Сіз оны қалай күтесіз? Енді бұл жерде әр әншінің өзінің күту тарихы бар, енді әркім әрқалай. Дегенмен де
жаңағы ауытпалық жаста, переходный возрастта өзің сол кезде даусыңды күтуің керексің. Неге? Себебі бұл жерде даусың сақталып қалу өзіңе байланысты. Одан кейін жаңағы шылым шекпеу, көбірек салқын су ішпеу деген сияқты сондай өзінің күту жолдары бар, және де жаттығулары бар. Сол жаттығуларды біз жаңағы сол колледжде оқыған кезде бізге үйретіп жатты. Сол жаттығудың барлығын уақытында жасап отырсаң, енді даусың сол қалпында қалады. Тағы кішкене жақсы. Енді достар, біздің жасаған креміміз осы қоюланды. Енді оны кондитерлік қапшыққа салайық. Жақсы. Осында қалақша. Сонымен ақырын-ақырындап сала береді. Енді өнердегі ең қызықты сәтіңіз қандай? Енді өнер жолы, жаңа басында айтып өттім ғой, қиынды әрі қызықты жол. Сондықтан да қызықты сәттер көп болды. Жаңа конкурстарға барған кезде небір қызықты сәттер болады. Колледжде оқыған кезде. Жалпы әр кезеңнің өзінің бір қызықты тарихы, есте қалатын тарихтар өте көп. Сондықтан да енді Алла жазса, енді өзіңде басыңнан кешіретін боласың. Ол қызықты сәттер естен кетпейтіндей болады. Студенттік шақтар оның ішінде ең қызығы. Біздің жаңа колледждағы студенттік достарымыз, өзіңнің қалаға, жаңа ауылдың баласы, қалаға жаңадан келген, жаңағыдай көп нәрсені қызықтайды, көп нәрсені қарайды, еліктейді, көп нәрсені үйренгісі келеді деген сияқты. Жеткілікті. Салдық, иә. Оның ұшын енді кесеміз. Қайшы. Нәжемесек? Көп. Иә, осылай. Енді орнымызбен ауысып, жақсы. тортымызды жинауға кірісейік. Біздің білуімізше, сіз еліміздің жұлдыздармен бір сахнада ән айтқансыз, иә? Ол қалай болды және қашан болған? Енді соңғы концертім есімде, өзіміздің жаңа Абайбеге ағамыз бар, Асқат Тарғын бар, сол кісілермен концертім болды. Шығармашылық жеке концертім болды. Оның алдында Жанар Айжанова апаң бар, сол кісімен бірге концертіміз болды. Енді жаңағы студенттік кезімде тағы да біраз әншілермен, оның ішінде жаңағы гастрольдік сапармен біз көптеп шығып жүрдік. Жаңа Қайрат Нұртаспен, Қайрат Түнтеков, Еркін Нұржанов, жаңағы Сырым Исабаев, көптеген әншілермен, жаңа Нұржан Қалжан есімді. Сол кездегі, студенттік кездегі өзімнің жаңа сахнаға көбірек гастрольге шыққан кезім, сол студенттік кезде көбірек шықтым. Енді ол кездің де қызық, ол кездегі жаңа менің стилім де басқаша, ол кезде имиджім де басқаша, жаспыз, шашым ұзын, жаңағы еліктейсің ғой. Ол кездің де әр кезеңнің өзінің бір модасы бар. Сол кездің модасы, енді жаңаға айтып отырмын, шаш өсіру. Енді әр заманның өзінің бір қызықтары болады, әр заманның өзінің бір есте қалатын жаңағы бір дүниесі болады. Сол біздің кезіміздегі есте қалатын сол жаңаға шаш өсіріп, жаңағы еліктеп, осындай әнші болсам, осындай жолмен жүрсем деген сияқты көптеген армандар болды. Аллаға шүкір, қазір енді ақырындап аяңдап келе жатырмыз. Осылай кремімізді нүтеміз. Қазір мен мына бөлігін, сіз келесі бөлігін жасайсыз. Жақсы. Енді айтып кеткендей, сіздің болашаққа мақсатыңыз қандай? Мен жалпы болашақтағы өзімнің бір қазіргі таңда ойлап жүрген, әрине енді мақсатың жақсы бір із қалдыру. Сол ізіңді ертең атың өшпестей, жаңағы жақсы бір дүние жасап кетсең, үлгі болатындай, артыңнан бір із қалдырсаң, ең үлкен мақсатың, енді арманыңның орындалғаны сол деп ойлаймын. Себебі енді із қалдыруда, жақсы із қалдыруда оңай емес. Ал қазіргі таңда сіздің арманыңыз орындалды ма деп ойлайсыз? Енді Аллаға шүкір, армансыз адам қанатсыз құспен тең дейді ғой. Сондықтан да арман ешқашан таусылмайды. Адам
жаңағы армандай берген сайын, арманыңа жеткен сайын басқа нәрсені армандайсың. Әлі де арманымыз көп. Арманымыздың бірі жаңағы ең үлкен әрине әр мұсылманның, жаңағы әр оқушының, әр адамның өзінің арманы елінің амандығы болу керек. Елінің амандығы, жаңа деннің саулығы, басының амандығы, оның өзі бір арман. Ал жаңағы өнер жолындағы арман, ол бір басқа арман. Сондықтан да қалаған адам, яғни армандадың ба, сол арманыңа қол жеткізу өзіңе байланысты. Соған қарай әрекет ету, соған қарай жаңа әрекетке берекет дейді ғой. Сондықтан да сол арманыңа өзің жеткізетін жолда өзіңе байланысты. Ең бастысы тынымсыз еңбек. Сондықтан да еңбек етсең ерінбей, тояды қарның теңбей деген сықлы еңбек ету керек. Енді келесін сіз нетсеңіз, мұзда ауыстырайық. Ал сізді осы өнер жолына жетелеген кім? Өнер жолында ұстазым Бақыт мұғалім болды, Әлия Бекенова бар, колледжде Харитонова бар, университетте Еркін ағам бар. Сондықтан ұстаздарым көп, ауыз толтырып айтарлықтай. Қазір маған өмірлік, яғни ұстаным болып келеді. Енді өзімде былай тамақ істеуді жақсы көремін негізі. Қандай тамақ істей аласыз? Мен студенттік кезімізде, жаңағы біз жатақханада тұрған кезде көбінесе тамақты мен істейтінмін. Ол кезде біз роллтың рожки бар. Негізі стипендия алған кезде манты жасаймын. Ең сүйікті тамақтарым негізі былай ұннан жасалған тамақ жақсы көремін. Мысалы? Манты, бірінші очередь. Бірінші кезекте манты. Енді бешбармақты көп жей бермеймін. Бірақ өзіме сол мантыны бірінші кезекке қоямын. Енді ішін толтырайық. Енді сіз бізге тағы бір ән шашуыңызды, әніңізді айтып берсеңіз қалай болады? Жақсы, мен енді студенттердің арасында жақсы кең таралып үлгерген, жуырда ғана былай шаңы кетпеген кешір мен деген ән болды. Сол әні өзіме де ұнады. Мен бір қысқаша ғана айтып берейін. Жақын жан жоқ сенен маған, жан азабым бұл жетер ме саған, қалай ғана өз күнәмді мен өтей алам деген. Бұл жаңа қайырмасы, бірақ толық нұсқасы енді өзіме де ұнады, қазіргі жастарға да ұнады. Енді әрине махаббат жайында, сол махаббат жайындағы әнді бір жүрекпен орындап шықтық негізі. Керемет. Ал енді Маусым ағамыздың хит әні қашан шығады? Енді ол хит әр нәрсенің өзінің уақыты болады. Әр кезеңнің өзінің уақыты бар. Сондықтан да қазіргі кезде енді басқа сәл бизнеспен айналысып жатырмын. Сондықтан да бірақ өнерді енді алыстатпаймын. Өнер әрқашан да қасымда болады. Сондықтан да енді жақын арада деп айтпайын, енді осы биыл міндетті түрде бір күзге дейін шығады, Алла жазса. Ал енді сіздің гастрольдік сапардағы ең қызықты, көңілді сәтіңіз есіңізде қалды ма? Иә, енді әрбір концертте де көп жаңа қызықтар болады, басында айттым ғой. Соның бір есте қалғаны да, яғни біз енді сахнада мен ән айтып тұрмын. Бір кезде жаңа сахнадан музыка өшіп қалып, жаңа қасымда қайда гитарист бар, Ринат деген. Сол жаңа Абай Бегеймен жаңа Асхат Тарғын келген концертте болған. Сахнаның үстінде музыка өшіп қалып, енді бірден сасқалақтап қаласың ғой. Бірақ сол сәтте сен жаңа бір білдіртпей шығуым керек. Қатты сасқалақтадым. Не істерін білмей жаңағыдай зал толған, жаңа көрермендерге толып тұр. Сонда жаңа ақырын білдіртпей, ары қарай гитарамен тірідей айтып, соны айтып шыққан кезде жаңағы қатты терлеп, үстім су болып, жаңағыдай сөйтіп концертті жалғастырған есімде. Енді біздің тортымыз дайын болып қалды. Енді менің сізге осындай сұрағым бар.
Сіз бос уақытыңызда немен айналысасыз? Хоббиіңіз қандай? Менің енді қызықтайтын дүнием көбінесе жаңағы машина жүргізу. Машина жүргізгенде қатты жақсы көремін. Таңертеңнен кешке дейін жаңағы рөлден түспеймін. Себебі сол жерде өзіңнің әніңді тыңдайсың, жаңағы ұнаған әніңді тыңдайсың. Сол негізі өзімнің жалпы басты хоббиім. Одан кейін тағы бір өзімнің хоббиім. Өзіме не ұнайды, сонымен айналысқанды жақсы көремін. Көңілің нені қалайды, жаңағындай бос уақытында қандай не болмасын, не қызықтырады, сонымен айналысқанда, көңіліңе жағатын дүниемен айналысқанда бір ерекше бір ләззат алатындай боламын. Ал достар, біздің тортымыз өз мәресіне жетті. Осындай әдемі жүрек торты шықты. Енді біз қазір Маусым ағамызбен оны әшекейлейміз. Жақсы. Жақсы. Ал енді біздей жастарға қандай кеңес берер едіңіз? Ең бірінші мектепті жақсы оқу, дұрыс мамандық таңдай білу. Қазіргі кезде енді мамандықтан шатаспау керек қой. Сондықтан ең дұрыс мамандық таңдай білсе, ары қарай өзіңнің арманыңа тез қол жеткізесің. Енді Маусым аға, сіз де маған көмектессеңіз? Жақсы, әрине. Жақсылап, әшекейлеп. Бұл тортты жеген арманда, жемеген арманда шығар. Шынымен де байлан қояйық. Осылайда әдемілеп тұрып қояйық. Жүректің үстіне жүректі салып, әдемілеп бұл торттың дәмін татайық. Міне достар, осындай жүрек тортымыз дайын болды. Біз оны Маусым ағамызбен әшекейледік осылай, әдемі қылып. Ал енді достар, біздің Маусым ағамызбен дайындаған тортымыз дайын болды. Біз оны осылай әшекейледік, әдемі қылып, күлгін түсті қылып. Енді Маусым аға біздің осы жақында ашылып жатқан бірге дайындайық бағдарламасына айтар тілегіңіз болсын. Енді шақырғандарыңызға тағы да алғысым шексіз, көптен көп рахмет. Бірінші өзіңе осындай тәтті торт, жаңа сондай өмірің тәтті болсын дегім келеді. Сондай тілегім, және де осындай ұлағатты ұстаздардың ордасы, осы мектептен қаншама түлеп ұшқан талантты небір түлектер бар. Солардың жолын берсін сендерге. Болашақ өздеріңе де академиксіңдер, болашақ профессор, болашақ ұстазсыңдар. Сондықтан да мен осы дарынды Абай атамыздың мектебіне келгеніне өте қуаныштымын. Шақырғандарыңызға тағы да бір мыңда бір алғыс. Енді республикалық көлемде тек өздеріңізде ғана осындай бастама ары қарай өсе берсін, өне берсін. Тек қана өңірімізден емес, басқа да жаңаға республикамыздан белгілі үлкен ұстаздар келіп, батасын берсін өздеріңізге. Сондықтан да мен тек қана сіздерге тілекшімін. Рахмет. Енді әдемі тортымызды кесіп дәмін көрейік. Жақсы. Ал, мына жерден басынан бастайық, е? Ал енді тортымыздың дәмін көрейік. Енді керемет, дәмді сияқты енді өзіңе. Енді достар, осы эфиріміз аяғына жетті. Келесі бағдарламада кездескенше қош сау болыңыздар. Сау болыңыздар.